Дағыстанның халық ақыны, өз тілінің, өз елінің патриоты Расул Ғамзатов. Расул Ғамзатов жалпы 20 ғасырдың соңындағы біздің халық ақындары мен қазақтың ірі патриот ақындарымен мазмұндас, деңгелес болған ақындардың қатарында. Жалпы Расул Ғамзатовтың шығармашылығы тікелей сол патриотизммен тікелей байланысты, яғни шығармаларында өзінің тілінің, өзінің ұлтының, өзінің халқының, халықты қалай сүю керек, елді қалай сүю керек, ана тілді қалай сүю керек деген сауалдарға жауап береді. Расул Ғамзатов Дағыстанның халық ақыны 1923 жылы 8 қыркүйекте Дағыстанның Хунзақ деген ауданда дүниеге келген. Дағыстан деген елді сендер білесіңдер деп ойлаймын. Дагестанда көптеген ұлттар, көптеген халықтар бар. Басты ерекшелігі осы. Алдымен ана тілі өлеңіне тоқталайық. Ана тілі өлеңінде Расул Ғамзатов өз тілінің құдіретін көрсетеді. Шығармада түсінде көрген оқиғасымен бөліседі. Түсінде не көрді енді? Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғары күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық дейді. Мұнда қандай ұйқаспен жазылған? Түсінде, ішінде, күн ыстық, тыныштық. Егіз ұйқаспен жазылған. 11 буын. 2-3 бунақтан тұрады. Жалғастырайық. Аса өзен арқырайды жардырып, жұрттараған жалғыз мені қалдырып. Мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім меніңде дейді. Яғни өзің түсінде өлі қалыпта қабірде жатқандығын көріп жатыр. Мен жатырмын қара жерге табына, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шаңқылдайды шың жақта, бұғылар кеп ыңырсиды бір жақта. Кетті ғой деп қыршынғана жасында, жыламайды ешкім молам басында. Анам қайда, досым қайда, күндегі жарым қалай жатқанымды білмеді. Бар адамнан жатырмын тек бөлек мен, бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен осы арадан үнінді, екі кісі сөйлесті авар тілінде. Мен жатырмын жер астында көз жұмып, мұны екеуі күбірлейді сөз қылып. Ғасан деген бір кісінің құлдығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылы білез де мен тірілдім. Балгер демес, дәрігер демес емдейтін, тек өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге бір тіл емдер басқаларыңды, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ дейді. Расул Ғамзатовтың тілі бұл авар тілі, дағыстандықтардың. Жалпы дағыстандықтар ішінде бір республика болғанымен өте көп ұлттан тұрады. Соның бірі авар ұлты, авар тілі және. Мына өлеңді аударып отырған Сағи Жиенбаев негізі авар тілінде жазылған шығарма бұл. Шығармада өзінің өлі кейпін көргендігін, түсінде көргендігін айтады. Автор қабірде жатыр екен дейді. Жанымда анам жоқ, досым жоқ, ешкім жоқ, мен іздеп келген адам жоқ дейді мына қабірде. Бірақ мен табиғаттың тылсымын, дауыстарын естіп жатырмын. Бір уақытта мен адамдардың күбірлегенін естідім дейді. Олар Ғасан мен Әли деген екі кісі дейді. Екеуі бір-бірінің қолымен сұмдығын. Жалпы бір қысқасы жөнді әңгіме айтып жатқан жоқ, бірақ олар ана тілімде сөйлегендіктен менің денеме жан біте бастады дейді. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылып лезде мен тірілдім деп көрсетеді. Сөйтсе, мені емдейтін ол балгер де дәрігер демес екен, өзімнің ана тілім екен, бойыма қуат болады дейді. Қандай үлкен идеология жатыр шығармада. Өзге бір тіл емдер басқаларыңды, мен онымен айта алмаймын әнімді дейді. Өз тілдерің сендердің өздеріңді емдейді. Бірақ мен өзгенің тілінде әнімді айта алмаймын. Әркім өз тілінде өзінің әнін айтады дейді. Егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ дейді. Үлкен өзінің тіліне деген құрметін көрсетіп отыр. Келесі менің Дағыстаным деген повесі бар. Расул Ғамзатовтың. Бұл повес. Сөз менің ұлым авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиіс емес деген секілді бөлімдерден тұрады. Алғашқы сөз бөлімінде дағыстандықтар қай кезден бастап тілге ие болды, неге дағыстандықтарда ұлттар көп, жалпы қандай аңыздар бар, сөзге қатысты, тілге қатысты осыған тоқталып өтеді. Алдымен ең басы повестің авар тілінде милләт деген сөздің екі мағынасы бар деп басталады. Біреу ұлт және қам дейді. Мынау маңызды сұраққа сұранып тұр. Милләт сөзінің екі мағынасы бар, ұлт және қам деген. Сонда менің әкем айтатын дейді, ұлтының қамын ойламаған адам дүние қамын ойлап жарытпас дейді. Ұлт туралы өзі естіген сөздерді айтып отыр автор. Келесі Әбу Тәліп қостар еді, ұлтының қамын ойламаған адамның қамын ұлты да ойламас болар. Тауық та, қаз да қап десер де ұлт бола қоймас, бірақ адамдардың ұлты болу керек қой дейтін менің шешем дейді.
Өзі бір ұлт, бірақ екі республика болады. Біздің көрші осетиндер солай. Бір республика, бірақ 40 ұлтта болады. Халықтың да тілдің де өлген бір тау екен депті Дағыстан жайында бір жолаушы. Халықтың да тілдің де үйілген бір тау екен. Осыған назар аударыңдар. Себебі Дағыстанда халықтар көп, ұлттар көп. Мың басты айдаһар дейді Дағыстан жаулары дейді. Дағыстанды жаулары мың басты айдаһар дейді екен. Достары алуан бұтақтары бар бәйтерек деп айтады екен. Дүниенің жүзінен қолыңа күндіздің өзінде шырақ алып іздесең, мұнша адам аз, бірақ халқы көп жерде таппассың дейді екен келушілері дейді. Дағыстанда негізі шынында да адам саны көп емес, бірақ халық саны көп, яғни ұлт саны көп. Менің білетінім сол, біздің жерде бір арбада келе жатқандар 5 тілде сөйлесуі мүмкінді, егер жол айрығына 5 арба келіп тоқтаса, онда 30 тілде сөйлесіп кете береді дейді. Және ана Дағыстандағы неше түрлі ұлт болса, сонша түрлі тілі бар болып тұр. Тағы бір әңгіме бар дейді. Автор айтады, Хунзақтың ханы Гидатлиге тыңшы жібереді екен дейді. Оған Годеканда, яғни базарда сол жергіліктердің әңгімесін тыңдап, не пікірі бар екен біліп кел деп тапсырады. Тыңшы барады, бірақ тез қайтып келеді. Келгеннен кейін, не білдің деп сұраған кезде, мен ештеңе білмедім дейді. Неге десе, әркім өз тілінде сөйлейді екен. Олардың тілі бізге мүлдем түсініксіз деп жауап береді. Дағыстанда 9 тілде кітап шығады, қаншама тілде ән шырқалады десеңші. Айгілемнің өзінше өрнегі бар, әр қылыштың өз жазуы бар. Бір қолда соншама саусақ қалай пайда болған, бір Дағыстанда соншама тілі қалай пайда болған ғалымдар өзінше дәлелдей берсін дейді. Ал менің әкем мынандай бір аңыз айтатын еді дейді. Алланың елшісі пайғамбар қашырына мініп алып жердің бетін аралап келе жатып, өзінің үлкен қоржынынан әр халыққа тіл үлестіріп жүр екен дейді. Арабтарға араб тілін беріпті, гректерге гректі, қытайларға қытай, французға француз деген сияқты. Тілдің де неше түрлісі бар екен дейді. Бірі әуенді, бірі сазды, бірі қатқыл, біреу сырлы, біреу өрнекті, біреу нәзік, әсем деген сияқты. Сонымен халықтар кәдімгідей адамша сөйлеп өз тілінде шүйіркелесіп мәз болып қалыпты дейді. Тілдің арқасында біреуді біреу танып, бір халық екінші көрші халықты білісіп бастайды. Сонымен әлгі қашыр мінген кісі біздің Дағыстанға да жетеді бір уақытта дейді. Жаңа ғана грузиндерге кейін Чота Руставели өзінің поэмасын жазған грузин тілін береді екен де, Коста Хетагурукка өзінің сонеттерін жазатын осетин тілімен аралап шыққаны сол екен, кезек бізге келіп жетеді дейді Дағыстанға. Алайда, сол күні Дағыстанның тауларында қарлы құйын соғып кетпесі бар ма дейді. Аңғардың қар алай-түлей бұрқырап аспанға шығып, түкті көрсетпей жолды да мекендіре жауып тастапты. Сол кезде қара түнекте тек желдің ысқырғаны, жартастың гүрсілі естіледі, қой судың төрт саласын күркіреп тасығаны ғана естілсе керек, қой болмас деп тілді үлестіруші рет сөйтіпті де, қоржынның түбінде үлестірілмей қалған қос уыс тілі бар екен, соны біздің тауларға шаша салыпты дейді. Таңдағандарыңды алыңдар депті және дейді. Шашылған тілдерді боран алып қашып тастан, басқа шатқалдан шатқалға жеткісі керек. Сол кезде бүкіл дағыстандықтар үйлерінен шыға келіседі. Мың жылдар бойына күткен мына арысқа, алтын нөсерге бірін-бірі итермелей ұмытылып тұра жүгіреді. Бас салып жармасып, қымбат дәнді тиген үлестіріп алады дейді. Сонда әрқайсысы өз тілін тауып алады. Сонымен жаңағы бір қос уыс тілді шашып жіберді. Халықтар әрқайсысы жаңа шығып бөліп алды, әркім тигенше үлестіріп алды, өз тілін тауып алды, үлестіріп алып саклясына паналап, боранның басылуын тосады дейді, үйінде паналап. Таңертең тұрса, күн жарқырап тұр. Кеше қардан тұқылмаған. Қараса тау дейді. Яғни тауға тау деп айтуға болады. Теңізге теңіз деп айтуға болады. Әрқайсының өзінің аттары бар. Тілі пайда болғасын, енді әрқайсына аттар қоюға болады. Оның да аты бар. Енді көзге көрінгеннің бәрін атауға болады деп халықтар таң қалып бастайды. Не деген рахат, мынау нан, мынау мама, мынау сакля, мынау ошақ, мынау ол, мынау көші деген сияқты адамдар мәз болып шүйіркелесіп қалады дейді. Бірақ жұрт алға жүгіре шығып бәрін қосып тау деп айқай салады дейді. Бірақ әрқайсысы әртүрлі айтады, дыбыстар әртүрлі шығады, түсінбей. Теңіз деп айқайлайды, тағдар басқа. Содан былай авар, лезгин, даргин, құмық, тат, лак болып бөлім кете береді екен дейді міне. Сол жаңағы Дағыстандағы халықтар. Авар, лезгин, даргин, құмық, тат, лак деген сияқты. Соның бәрі Дағыстан болып аталған екен. Адамдар қойдан, қасқырдан, жылқыдан, шегірткеден ажырап жіктеліп шығады. Қараңдаршы, мына бір қызықты, жылқы ғана дейді, адам болуға бірдеңе сәл-пәл жетпей қалыпты деседі дейді. Ай, Алланың елшісі ай дейді. Сонда сен боран мен биік құздан қорқамысың?
Көрмей дәнем етпей бізге төге салармысың соншама тіл, бүйткенің не қылғаның? Жүрекпен, мінезбен, әдетпен, салтпен, бір тұрмыс күймен қанша бауыр жақын адамдарды бөліп тіл бітірермісің дей. Жарайды, соған да рахмет, тілдің жаманы жоқ, қалған өзіміз көріп алармыз. Бір-бірімізге жол тауып ақтығына келгенде ортақ тіл жасап бір-бірімізді ажыратпайтын болармыз дей. Және одан кейін тағы бір тарихи оқиғаларға тоқталады. Дағыстанда болған. Бізге ақсақ темір келді дейді. Одан арабтар келді, Иранның шахы келді. Бәрі де өздерінің тілін бізге теледі дейді. Бәрі де бізге сол өздерінің тілдерін үйреткісі келді. Алайда қолымызды қанша тартқылағанмен саусақтарымыз жұлынған жоқ. Біздің ағашымызды қанша теңселткенмен бұтақтарымыз сынған жоқ дейді. Ана тілім менің. Сен маған ризасың ба, білмеймін, бірақ менің тірлігім сенсің. Мен сені мақтан етем. Сонау тұңғиық терең жер түбінен жарыққа, күнге, жасыл шөпке асыққан бұлақ суындай ана тілімнің сөздері жүрегімнен қайнап шығып алқымыма тіреледі. Ернім күбірлейді, өз күбіріме өзім құлақты кем. Ана тілім, саған құлақты кем. Сонда маған бейне тұңғиықтан шымырлап шыққан таудың асау өзені елестейді. Мен судың бүлкіл қаққан дыбысын сүйем. Мен болаттың сыңғырын ұнатам. Қынабынан суырылған менің тілім, екі қанжардың бір-біріне соғылған дыбысын сүйем. Осының бәрі менің тілімде бар. Сондай-ақ махаббат сыбырын да жақсы көреді. Уа менің ана тілім, сені де жұртқа білгізу маған өте қиын. Сенің алуан түрлі үнің неткен әсемет, авар боп тумаған кісіге үйренуді қиын оларды. Егер біле қалсаң, оларды айту дүниенің рахат емес пе, шіркін дей. Халық көп, әр халықтың өз әдеті салты бар. Бар жерде солай, адам дүниеге туады, бір халықта баланы шоқындырады, бір халықта сүндетке отырғызады, үшіншісінде туғаны туралы куәлік жасатады. Енді адам кәмелетке келген кезде өзге тәртіп, өзге салт, оған қыз айттырады. Қыз айттыру деген шынында да салт, тағы өзге салт басталады деген сияқты. Мына бір монолог маңызды. Бұл жаңағы Расул Ғамзатовтың ана тілі туралы тебіренісі. Ана тілім менің деп. Мен мына бір қараңдаршы қандай әдемі теңеу. Мен болаттың сыңғырын ұнатам. Қынабынан суырылған екі қанжардың бір-біріне соғылған дыбысын сүйем дейді. Мен осының бәрін өзімнің тілімде айта аламын. Қандай керемет дейді. Дағыстан халықтардың салттары деген кітапты қалағандарыңызға сыйлауға болады, үйге барған соң оқисыздар дейді. Әр елдің өзінің салты бар, сол сияқты Дағыстанның да өзінің салты бар. Жоқ, Дағыстан ол тек географиялық ұғым емес, оның өз кескіні, мақсаты, арманы бар. Ортақ тарихы, ортақ тағдыры, ортақ қасіреті мен ортақ қуанышы бар дейді. Сонау тіл үйлестіруші жолаушым, сен тауларымызды, ауылдарымызды, жүректерімізді аттап кетпей, шапағатынан құр қалдырмағаныңа рахмет. Өз тілдеріңде өлең айтып, ой ойлаған барлық жан сендерге де рахмет дейді. Келесі бөлім, менің анасы үйреткен авар тілін ұмыту мүмкін емес. Автор айтады, бір күні Парижде бір дағыстандық суретшіні кездестіріп қалдым дейді. Революциядан кейін іле-шала Италияға оқуға кеткен екен. Итальян қызына үйленген, еліне қайта алмай қалыпты. Тау ішіндегі дәстүрге үйреніп қалған әлгі дағыстандық жігіт көпке дейін өзінің жаңа отанына үйрене алмай жүріп тұр. Италияға үйрене салмапты. Жер жүзін талай шарлап, алыстағы бөтен елдердің жарық-жұрық еткен астаналарында да болыпты. Бірақ қайда барса да туған елін аңсап, зарыққан сезім соңынан қалмай-ақ қойыпты. Осындай сезімнің бояу арқылы бейнеге қалай айналдырған көргім келді, өзің салған суреттерді көрсетші деп сұрадым дейді. Оның суретінің аты елді аңсау екен. Мынау сұралды осыған дейін ұмытты. Елді аңсауда не бейнеленген? Суретте байырғы авар киімін киген итальянка суретшінің әйелі бейнеленіпті. Сыртында байырғы авар киімі бар. Ол тау ішіндегі бұлақтың басында тұр, қолында атақты Гацатлин шеберлері нақыштап жасаған күміс құмыра бар. Таумау райында қайғырып тұнжырап тұрған авардың тас ауылы, ауыл үстіне төніп тұрған таулар бұдан да бетер қайғырып тұнжыраулы, тау төбесін тұман басқан екен дейді. Тұманға акцент қойыңдар. Тұман деді суретші, ол көздің жасы дейді. Таудың баурайын тұман басқанда, тастың тілім әжімін бойлап мөлдір тамшағады ғой. Тұман бұл мен дейді. Насырға бұтыда болды. Елді аңсау суретіндегі тұман бұл не нәрсе деген. Тұман ол оның өзі. Екінші суреттен тікенек бұтаның басында отырған құсты көрдім. Ал бұта болса жалаңаш тасты қақ жарып шығып өсіп тұр, құс сайрап тұр да, оған өз үйінің терезесінен қайғылы бір тау қыз қарап тұр дейді. Менің суретке назар аударғанын байқап қалыпты. Бұл аварлардың көне аңыздың желісі бойынша салынған сурет деп түсіндірді суретші дейді. Енді не сурет, қандай аңыз бойынша деген сұрақ қойған. Сөйтсе, бұл жауап береді. Мына суретте алдымен не бейнеленді, қайталап айтайық. Тікенек бұтаның басында отырған құсты көріп тұр. Бұта болса жалаңаш тасты қақ жарып шығып өсіп тұр, құс сайрап тұр да, оған өз үйінің терезесіне қайғылы бір тау қыз қарап тұр дейді. Құс өзінің бұтасында отыр. Мына бір терезеден қыз қарап тұр. Авар қызы қарап, не істеп тұр? Қайғылы көрініспен мұңданып тұр дейді.
Сөйтсе, бір күні бір құсты алып торға қамап қойыпты дейді аңыз бойынша. Торға түскен құс күн түні бірде елім деп қақсай береді екен дейді. Соңғы жылдар бойы тап осылай қақсап жүрген екен мен сияқты. Құс иесі ойлапты, мұның келі қандай екен? Ол қайда болды екен? Мүмкін мұның келі жұмақтағы ағаш өсіп, жұмақтағы құс мекендейтін гүл жайнаған тамаша бақ шығар. Мен осы құсты не де болса далаға қоя берейін деп ойлапты дейді иесі. Оның қай жаққа ұшып кеткенін көрейінші дейді. Сонау алыстағы ғажап елдің жолын көрсетер мүмкін маған деп ойлап, тордың қақпағын ашып құсты босатып жібереді дейді. Құс сөйтсе, 10 қадам ұшып барыпты да, жалаңаш тасты қақ жарып өсіп тұрған тікенек бұтаға қоныпты. Осы бұтаның жапырағының арасында оның ұясы бар екен. Мен де өз еліме өзімді өзім қамаған тордың терезесінен қарап жүрмін ғой деп аяқтады әңгімесін суретші дейді. Елге неге қайтқыңыз келмейді деп сұрайды жаңағы Парижде жүрген дағыстандық суретшіден. Бұл айтады, кеш қой дейді, кезінде туған жерімнен жанып тұрған жас жүрегімді алып кетіп ем, енді еліме қаудыраған қу сүйегімді қайтаруға менің қақым бар ма деп өзінің тебіренісін айтады. Сонда өз үйің өлең төсегенге мына аяқтайды тұрғаны. Ана ойлады ғой, құстың иесі бұл құстың елі бір керемет жер шығар, соншалықты қақсай бергеніне қарағанда деп. Бірақ сөйтсе ол 10 қадам жердегі бір бұта екен қарапайым дейді. Бірақ ол сол елін бар махаббатымен жақсы көріп сүйіп тұр. Дәл сол сияқтыдан дағыстандық суретші де өзінің елін аңсайды, бірақ барайын десе жаңағы қақысы жоқ деп санайды. Себебі туған жерінен кезінде жалындап тұрған жас жүрегімді алып кеттім, енді қаусыраған қу сүйегімді алып барам ба деп айтып тұр дейді. Сонымен Парижден оралғаннан кейін автор не істейді? Суретшінің туған туысқандарын тауып алады. Сөйтсе, оның анасы әлі күнге дейін тірі екен дейді. Сөйтіп анасымен сөйлесіп отырған кезде анасы кенеттен оған мынандай деп сұрақ қояды. Сендер аварша сөйлестіңдер ма деп сұрайды. Жоқ дейді, біз тілмаш арқылы сөйлестік. Мен орысша сөйледім, ал сенің балаң французша сөйледі дейді. Сосын суретшінің анасы ұлының өлгенін жаңа естігендей боп бетін қара орамалмен жауып ала қойды дейді. Үйдің шатырын тарсылдатып далада жаңбыр жауып тұр. Біз аварда тұрмыз. Ал жердің екінші жағында Парижде Дағыстанның адасқан ұлы да мүмкін дәл осы сәтте жаңбырға құлақ салып отырған шығар. Біраз үндемей отырғаннан кейін суретшісінің шешесі былай деп айтты дейді. Сен қателестің, Расул. Менің ұлым баяғыда өліп қалған. Сенің көргенің менің ұлым емес. Менің ұлым өзім үйреткен, авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиісті емес деп жауап беріпті дейді. Сонымен шығарма аяқталады. Қараңдар қандай әдемі идея жатыр. Мен үйреткен, анасы үйреткен тілді ұмытуым мүмкін емес. Егер сендер аварша емес басқа тілде сөйлескен болсыңдар, онда менің ұлым өлген деп жауап берді дейді анасы. Осылай, осыған дейін бұл менің Дағыстаным повесінен келген сұрақ, жаңағы тұман, елдің аңсау суретіндегі тұман нені білдіреді деген сұрақ бұл. Одан кейін жалпы осы басқа сұрақ. Міне менің Дағыстаным повесінде жаңағы дағыстандық суретшімен автор қай жерде кездесті деген сұрақ бар. Парижде кездесті. Осылай түсінікті деп ойлаймын.